Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuhu. YouTube желі қолданушылары. Аллах субхана тағала істеріңізге береке берсін. Келесі видео ағаштарды осындай пластикалық тұрба арқылы суару әдісінің жүйесін көрсетіп өтейін. Бізде шлангымен әр ағаштың түбіне шланг тартып жүруге ол бір адам керек болады. Ана толып кетеді, жан-жағына ағып кетеді, қаралмай қалса. Сондықтан да осындай пластикалық тұрбаларды тесу арқылы суаруға болады. Мына қатарда бір 10 шақты ағаш бар. Бөшкінің ішіне су толтырып жатырмыз. Бөшкінің астын тесіп, пластикалық тұрбалар арқылы тесіп, сонымен екі қатарға қарай бөлінген. Оңға, солға. Яғни бізде ағаштар екі қатар болып егілген. Бұл жақта бір қатар, және жақта бір қатар бар. Жақта бір қатар бар. Жалпы түсінікті шығар. Енді мына жақта кранчик бар, екі кранчик, екі жақтағы екі кранчик. Кран қоймай-ақ қойсаңыздар да болады. Бөшкінің бір жақсы жері енді ішіне анандай әртүрлі ағашқа керекті дәрумендер салып жатады, біреулер. Азот, фосфор, соны суға араластырып жіберуге болады. Немесе әуелі городской линия бар ғой, жалпы ауылға су келіп тұрған, соны тіке жалға жіберуге де болады. Мына да сондай жүйе, екі қатар ағаш. Бөшкінің ішінде су жиналып, бұл байқап отырсаңыздар қапталдан шыққан. Сосын бөшкі кішкене биікте тұрған жақсы болады. Мынау 20 болса 40 сантиметр биікке қойып қойсаңыздар, иншалла жақсы болады. Мына қатарға жайылған, мына екінші қатарға жайылған, және мына жақта бір ағаш бар. Осы жүйемен ағаштарыңызға пластикалық тұрбалармен тартып қойсаңыздар болады. Суарғанда оңай болады. Мына бөшкені мына қатарларда әбден суарып болғаннан кейін шлангын алып ана бөшкеге салып қойсаңыз, ана қатарларды суаруға болады. Жалпы қысым ішінде, бөшкенің ішінде су көбейген сайын атқылап атқан фонтанда жоғары қарай әдемі болып себелеп атқылайды. Ішінде су азғантай болғаннан кейін осындай дәрежеде атқылап тұр қазір. Сосын тескенде шекесінен тесу керек болады. Қапталдан тескенде ана қысым көбейіп, суда көп атқылайды, сол кезде далаға шашып тұрады, мынандай жерлерге сосын тас бірдеңе тіреп жүру керек болады. Төбесінен тессеңіз, иншаллах төбеге ұшып, өзіне түсуге себеп болады. Мына қатар әлі қосылған жоқ, бұған жабы. Баяғысы шлангымен тартып суардық. Жалпы тартылып жатыр, енді қосу керек болады, иншалла. Бұған енді бөшке қоймайды шығармыз, иншалла. Мына жерде резбісі бар. Мына жерде резбі бар, сол резбіге анандай штуцерлер болады, қататын. Сондай қатырып, бетінде сатуат андай. Шланғы қататындай дәрежеде нәрсе болады. Шлангыны қатырып, қамыттап, суда ашып жүрсек, иншаллах мына қатарға да тарайды. Пластикалық тұрбаны 3-4 мм сверломен тескен жақсы. Төбесінен тесу керек, астынан теспеген жақсы. Астынан тессеңіз, мына қатарда су көп ағады, мына одан аз ағады. Әр жерде әртүрлі болып ағуы мүмкін. Төбесінен тессеңіз, шлангының іші, пластикалық тұрбаның іші әбден толып алады. Толғаннан кейін барып бәріне бірдей атқылауына себеп болады.